Сұрағым ауыл шаруашылығы министріне. 2022-2023 жылдары тұқым шаруашылығы дамытуға шамамен 26 теңге бөлінді. Ол қаражат аясында жыл сайын орта есеппен 8 миллиард теңге импорттық тұқымдық және отырғызғы материалға сатып алынды. Яғни біз шетелдік тұқым шаруашылығы мен ғылымын қолдап отырмыз. Министрлік субсидияның тұқым импортының азаюына қаншалықты ықпал ететінін талдау жасайды ма? Рахмет. Ауыл шаруашылығы министрі. Рахмет. Айдарбек Сайпылұлы. Бүгінгі күнде импортты тұқымның субсидиясын азайтуға жоспарымыз бар. Ол үшін біз биыл маусым айында биылғы жылы кешенді жоспар тұқым шаруашылығын дамытуға әзірледік. Соның ішінде барлық жағдай жасалған. Енді өзіміздің отандық тұқымды сапасымен көтерсек, 80%-ға жеткізсек, сол кезде біз импорттық тұқымды азайта бастаймыз. Бүгінгі күнде біз пока одан зависимбіз. Сондықтан жұмысты осылай ананы көтергенден кейін импорттық субсидияны азайтуға жұмыс жасаймыз. Рахмет.